Тәжірибелі үкіметтік емес ұйымдарының төрайымы ретінде жалпы осы сыйақының 2000 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі сыйақының мөлшеріне қанағаттанасыздар ма? Аз ба, көп пе? Сыйақы енді біз үшін ол жаңағы тиісті мақсатқа жұмсалады. Сол мысалы 2019 жылы сіз қанша көлемде алдым дедіңіз? 2019 жылы алған жоқпын, 2024 жылы, өткен жылы алдым. Қанша көлемде алдым дедіңіз? Сол 2000 МРП-ні біздер 3 адам жеңіп алдық. Республика бойынша жалпы 3 адам. Аз ба, көп пе? Так, есеп бойынша шамасы сондай тиді бізге. Сәлем достар, сіздермен бірге азаматтық ресурстық орталығы. Бұған дейін біз сіздермен бірге үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық форум жайында сөз қозғаған болатынбыз, және бүгін кезекті шығарылымызды үкіметтік емес ұйымдар премиясына арнағалы отырмыз. Сол үшін бүгін біз студиямызға Мұштанова Гүлбаршын Мақсотқызын шақырдық. Ол азаматтық ресурстық орталығының кеңесшісі қызметін атқарады, және ғасыр жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Сахиев Болатбек Жеткергенұлы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз үкіметтік емес ұйымдар премиясы. Бұл премия қашаннан бастап беріледі, кімге беріледі, қандай мақсатта беріледі, оның жаңағы көлемі қандай, және осы сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Енді менің білуімше бұл премия енді үкіметтік емес ұйымдарға, оларды осы маңызы бар жобаларды одан әрі жүзеге асыруға ынталандыруды мақсат тұтатын премия ғой. Бұл премия қашаннан бастап беріледі, және өзіңіздің жалпы үкіметтік емес ұйым ретіндегі қызметіңіз жайында айтып кетсеңіз, бұл премия қатыстыңыз ба, ондағы тәжірибеңіз жайында сөз қозғасақ. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн. Енді сіз айтып жатсыз, үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйақы. Бұл деген 2017 жылдан бастап қазіргі енді Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі, оның ішінде азаматтық қоғам істері жөніндегі комитеттің ұйымдастыруымен бұл механизм осы 2017 жылдан бастап басталған болатын. Содан бермен қарай бұл жүзеге асып келе жатыр. Бұның негізгі мақсаты үкіметтік емес ұйымның әлеуметтік саладағы жеткен жетістігін бағалау мақсатында, ынталандыру мақсатында берілетін ақшалай марапат болып табылады. Бұның көлемі жалпы 2000 МРП-дан әр сала бойынша жалпы қазіргі таңда 16 сала бойынша, әлеуметтік сала, маңызды сала бойынша осы бағаланып келеді, және әр сала бойынша жаңағы 2000 МРП-дан бөлінеді. Оның ішінде енді 2000 МРП бір үкіметтік емес ұйымға түсуі мүмкін, 2000 МРП ол 5-ге 10-ға түсуі мүмкін, ол комиссияның шешімімен жеңімпаз деп, үздік деп танылған үкіметтік емес ұйымдары жаңағы таңдалып алынады. Енді өз басым айтатын болсам, осы үкіметтік емес ұйымдар сыйақысына 2019 жылдан бері мен естіп қатысып келе жатырмын. 2019-дан бермен қарай осы жылда қатысамыз, бірақ жылда енді тәжірибенің жоқтығынан ба екен білмедік. Біздер енді жұмысымыз бар сияқты, бірақ соны көрсете алмағандығымыздан ба екен осы 2024 жылы ғана осы жастар саясат және балалардың бастамаларын қолдау саласы бойынша осы үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйақының иегері болдым. Керемет. Құттықтаймыз. Жалпы айтып жатсыз ғой, енді бір салада бірнеше жеңімпаз болады деген сияқты. Жалпы ондағы бәсекелестік қандай? Менің қолда бар ақпаратқа сүйенсем, 8 жылда 486 республика бойынша 486 үкіметтік емес ұйым қатысқан екен осы салаға, және маңызды сала жаңа 16 деді ғой, сол қандай салалар? Енді оны айтатын болсақ, әртүрлі салалар, атап айтатын болсақ, қазіргі әлеуметтік маңызды салалар, мысалы білім, ғылым, волонтерлық, отбасы құндылығы, жаңағы қазіргі таңдағы пробация саласы болсын, құқықтық, мәдениеттік жаңағы сауаттылықты арттыру, енді әртүрлі сала, енді ол 16 сала әртүрлі біздің Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам ішіндегі маңызды деген сала. Осы 16 сала. Сол 16 саланың қай саласында көбірек жеңімпаздар болады? Енді бұған қарап, енді қай жеріміз, немесе елдегі проблема мәселелер бойынша да соған қатысты сараптама жасауға болады ғой, яғни мына жеріміз біздің ақсап тұр деген секілді. Бізде негізі 22 мыңнан астам ұйымдар бар.
Иә, біздер әлгі үкіметтік емес ұйым, немесе коммерциялық емес ұйым деп, емес деген сөз кішкене маған нелеу, сондықтан ұйым деп айта берейік, яғни қоғамдық ұйымдар деп айтуға болады ғой. Өйткені оның ішінде жаңағы қоғамдық қорлар бар, қоғамдық бірлестіктер бар деген сияқты. Енді бәсекелестік көбіне мына жастардың арасында, өйткені біздер жастар қоғамдық бірлестіктері көп, жастармен жұмыстанатын жобалар мүмкін қазіргі актуалды болғандықтан шығар, иә, сол жердегі жақсы бәсекелестік бар. Сонымен қатар біздер енді өзіміздің ұлтымызға, мәдениетімізге сай отбасы құндылықтар деп айтамыз ғой, ол енді жақсы бір позитивті сала болғандықтан осы салада, өйткені біздер мысалға 20-шы жылы 16-шы жылы біздің Жайықтаған қоғамдық бірлестігі құрылып, 4 жыл бойы жұмысымызды атқарып келіп, осы сала бойынша 20-шы жылы жеңімпаз болдық біздер, осы сыйақының именно отбасы бағыты бойынша, иә, жастар арасында. Енді сол уақытта біздер 3 ұйым болып жеңімпаз болып атандық. Жаңа 3 ұйымға жаңа 2000 МРП-ні бөліп 1,8 миллион екен, сондай бір ақша алдық. Содан кейін жаңа 3 жыл бойы уже жаңа бәсекелестікке айтып отырмыз ғой, 3 жыл алғаннан кейін сен 3 жыл бойы қатыса алмайсың ереже бойынша. Яғни жыл сайын қатысу өзінің өтінішіңді жіберу деген жоқ. Өтінімді берген кезде сен 3 жылдың ішінде қандай үлес қостың осы сала бойынша, қандай жетістіктерге жеттің сен, неге сен сол сыйақыға лайықтысың, сен соны дәлелдеуің керексің. Дәлелдеп, және оны жаңа құжаттармен көрсетуің керексің. Атқарған жоба, ол не обязательно жаңа біздерде ұйымдарды қаржыландыру 3 көзі бар ғой, иә, мемлекет тарапынан. Ол мемлекеттік грант, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, ол жаңа портал арқылы іске асады, және жаңа сыйақы бар. Сол жұмыс бойынша сен не обязательно мысалы грант алмауың да мүмкін, немесе мемлекеттік тапсырысты да алмауың мүмкін. Жалпы волонтер ретінде өз жұмысыңды атқаратын қазір ұйымдар ондай көп, иә. Олар да қатыса алады. Жалпы белсенді ұйым өзінің жұмысын көрсетіп, сол сыйақыға лайықтымын деп бірінші өзіне сондай сұрақ қою керек ол. Мен лайықтымын ба осы сыйақыға? Мен қандай үлес қостым? Мен қандай жұмыс атқардым? Деп өзіне сұрақ қойғаннан кейін, жетістігім бар екен ғой, мен осыны өзгерттім деген сияқты, осы сала бойынша деп, содан кейін ол уже жаңа өтінімді жаза бастайды. Ол өзіне әлгі проверка сияқты ғой. Өйткені көбі сұрайды біздерде кеңес алған кезде, мен осындай сыйақыға қатысайын деп едім, қандай құжаттар жинаймын? Мен айтамын, жақсы, сен бірінші өзіңе сұрақ қой сондай. Содан кейін өзіңнің жұмысыңа сараптама өткіз. Енді тәжірибелі үкіметтік емес ұйымдарының төрайымы ретінде жалпы осы сыйақының 2000 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі сыйақының мөлшеріне қанағаттанасыздар ма? Аз ба, көп пе? Енді бұған біздер баға бере алмаймыз, дегенмен енді үкіметтік емес ұйым деген енді коммерциялық емес, жалпы біздер енді пайда табуға көзделмеген ұйым болғаннан кейін бізге енді түскен қаражат, әрине ол бізді өзіміздің әртүрлі бағытта жұмсалады. Мысалы өзіміздің материал техникалық базамызды нығайту мақсатында, мысалы іс-шаралар өткізуге арналған құрал жабдықтар алу бойынша, және де басқа да қайырымдылық іс-шараларға жұмсау бойынша әрбір ол енді түскен енді сыйақы енді біз үшін ол жаңағы тиісті мақсатқа жұмсалады. Сол мысалы 2019 жылы сіз қанша көлемде алдым дедіңіз? 2019 жылы алған жоқпын, 2024 жылы, өткен жылы алдым. 2024-те. 2024 жылы мысалы сол 2000 МРП-ні біздер 3 адам жеңіп алдық. Республика бойынша жалпы 3 адам жеңіп алдық. Өткен жылы жалпы білуімше 66 МПО жеңген екенбіз, 16 сала бойынша. Соның ішінде біздің сала бойынша жаңағы жастар саясат және балалардың бастамасын қолдау бойынша 3 жеңіп алдық. Так, есеп бойынша 2 миллион 200-ден шамасы сондай тиді бізге. Және сол материалдық. Иә, біздер материалдық шығындарымызға соны пайдаландық, мысалы қазіргі таңда. Сондайға біздер үшін жақсы да, мысалы ол жаңағы 3 жыл бойы мысалы әрі қарай тағы да жұмыстанамыз, мысалы біздер 3 жылдан кейін тағы да қатысу мүмкіндігіміз бар, жаңағы Гүлбаршын Мақсұтовтың айтқан сияқты, солай өзіміздің жетістігімізді көрсету. Енді бұл жерде енді жалпы мысалы біздің үкіметтік емес ұйымдар бар, мен жұмыс жасап жатқан жақсы үкіметтік емес ұйымдарды білемін, бірақ дегенмен әлі күнге шейін сыйақы иегері аталынбай жатыр. Неге? Біріншіден мен ойлаймын, жалпы екіге бөлінеді ғой, біреуі жаңағы жақсы жұмыс жасайды, бірақ жұмысын көрсете алмайды. Екіншісі енді жаңағы аз жұмыс жасаса, бірақ жұмыстарын жақсы көрсетіп жүреді. Және де мына қағаз жүзінде де, мысалы енді ол бізді бағалайтын сарапшыларда, олар да адам ғой,
оларда көп жағдайда жақсы көркемделуіне мысалы жаңағы не деймін ұсынысымыздың сонымен қатар оның жақсы жазылуына және де жан жақты дәлелді құжаттарды көрсетуімізге байланысты бағалайды көп жағдайда. Осы жақтарын біздер жіберіп алып жатамыз. Мен ойлаймын, сондықтан да болған бір жыл бойы бұны жазуда дайындалу керек. Ол 5 күнде 10 күнде жазатын нәрсе емес, жыл бойы дайындалып 3 жылғы жұмысыңды сараптай отырып жазып қатысатын дүние бұл. Жалпы соған қатысуға өтінім беру үшін қандай талаптар қойылады? Көбіне қазіргі таңда енді әлеуметтік желі деген өте маңызды бөлік қой, жұмысыңды көрсету. Жаңа Болатбек айтып отыр ғой, жаңа біреулер жұмысын көрсете алады, біреулер жұмысын жасаса да оны көрсете білмейді. Негізі мына комиссия мүшелері олар біздерді танымауы да мүмкін. Әрбір облыстан сондай біз сияқты ұйымдар олар біздерді танымайды. Сондықтан мына бірінші өтінімді жазған кезде, өтінімді енді қазір неше түрлі бағыттар бар, өтінімді жазудың, қазір. Сондықтан ол не жазса да әрбір сөзіне оның дәлелі болу керек. Мысалы өтінім жазған кезде мен осындай жетістігім бар. Мысалы мынандай жоба болған жоқ, мен бұл жобаны ойлап таптым. Бұл жоба іске асып, қазір мысалға ол кеңінен таратылып деген сияқты әрбір ауданда бар, жұмысын атқарып жатыр, бұндай жоба деп сөйтіп айтуы мүмкін да. Және де ол әлеуметтік желіде сол жұмысын көрсету керек. Өйткені ол айтып тұрмын, комиссия мүшелері біздерді білмейді. Немесе жоба бойынша мүмкін қысқа бір ролик дайындауы мүмкін. Роликте жаңа көрсететін. Сонымен қатар міндет түрде өзінің мақсатты тобының пікірлері болу керек. Видео болсын, жазбаша түрде болсын, олардың пікірлері кері байланыс деп айтамыз ғой. Мысалы біз былтыр екінші сыйақы алдық, екінші рет 24 жылы. Былтыр біздерде облыс бойынша 3 ұйым алдық. Болатбектің ұйымы, біздің ұйым және де Жайықтан қоғамдық бірлестігі және Ақ-отау деген бірлестік алды отбасы саласы бойынша. Біздер 4 жыл бұрын стратегиямызды өзгерттік. Өйткені ұйымдар жаңа жұмысын атқарған кезде көптеген қиыншылықтармен кездеседі. Мысалы жаңа жобаны жазу бойынша, порталға беру бойынша, жаңада сыйақы бойынша, немесе қалай ұтып алады, жұмысты қалай атқарамын деген сияқты. Сонда біздер көмек ретінде өзім сол барлық нелер сатылардан өткесін түсіндім, жаңа ұйымдарға сондай бір кеңестер жетпейді екен деп та. Сосын біздер ресурстық орталық ретінде жұмысымызды атқара бастадық. Сол сала бойынша біздер былтыр қатысып сыйақыны ұттық. Сол кезде біздің жетістігіміз жаңадан ұйымдар ашылып, олар өздерінің жұмысын көрсетіп, гранттар ұтып, өзінің жұмысын ары қарай алып кетті. Сол біздің жетістігіміз болды. Сонымен қатар біздерде жаңада ресурстық орталық жобасы бұрын 1 жылдық жоба болатын еді. Қазір ұзақ мерзімді 2 жылдық жоба ретінде жұмысын атқара бастады. Ол да жаңағыдай әрбір ұйымның өзіміздің үлесіміз. Сондықтан жаңа әлеуметтік желі арқылы өз жұмысын көрсете білу. Сосын мемлекеттік органдар енді олар біздермен бірге тығыз байланыстамыз ғой. Олардың жаңа пікірлері, сонымен қатар жаңа мақсатты топтың кері байланысы көрсету керек. Бұл үш маңызды. Бұл жазылардың ішіндегі. Толықтыра кетейін, енді көпшілік қарап отырғаннан кейін бұл сыйақыны естімеген де адамдар болуы мүмкін. Шыны керек. 17 жылдан бері жүзеге асып келе жатырғанымен әлі күнге шейін енді белсенді қоғам мүшелері, жаңағы белсенді емес қоғам мүшелері деген бар. Неге біздерді жасап жатырмыз, неге біз оған қатыса алмаймыз деген сұрақтар туындауы мүмкін да жалпы. Енді бұл салада жалпы негізінен 3 бағытқа сәйкес келетін үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады негізі. Бірінші, ол үкіметтік емес ұйым Қазақстан аумағында тіркеуде болу керек. Екіншіден, мына үкіметтік емес ұйымдардың деректер базасы деген бар, дерек қоры бар. Соған жыл сайын мәліметтер тапсырып отыру керек болады. Есеп беріп отыру керек болады. Сол есепті 2024 жылғы, мысалы соңғы 2024 қой бізде, сол жылғы есеп тапсырған үкіметтік емес ұйым болу керек. Үшінші, жаңағы манағы біз айтып отқандай, ол соңғы 3 жылда осы сыйақының иегері атанбау керек. Осы 3 талапқа сәйкес келетін болса, онда ол қатыса алады. Сонымен қатар көп жағдайда мысалы республикалық қоғамдық бірлестіктер бар, республикалық қорлар бар. Олардың әр өңірдегі филиалдары мен өкілдіктері бар. Олар қатыса алмайды сосын.
оның тек республикаға негізгі жаңағы қоғамдық бірлестігі қатыса алады да, ал өңірдегі оның филиалдары мен өкілдері қатыса алмайды. Осында егер де осы критерийге сәйкес келетін болса, өзін азаматтық жаңағы белсендімін деп санайтын болса, кез келген үкіметтік емес ұйым қатыса алады. Және де біз айтамыз, негізі кеңес берген кезде бірінші үлгісін деп сұрайды. Формулар бәрі бекітілген, оның ішінде анкетасы бар, жаңа сұрақтары бар, сол сұрақтарға кәдімгі жауап бересің, сосын біздер айтамыз ғой, бірінші кәдімгідей қолыңа ручканы алып, қағазыңды алып толтыра баста дейміз. Өйткені әлгі бір жазушыға сұрақ қойған ғой, кітап жазу үшін не істеу керек деп, не керек деп не айтқан ғой. Бірінші жаңағы стол, отырғыш және ручка мен қағаз керек деп не айтқан ғой. Сол сияқты сыйақыны жазу үшін алдымен жаңа өзің жұмысыңа сараптама, ревизия дейді ғой, жасап аласың да, қолыңа ручканы аласың да, немесе компьютерге отырасың да, анкетаны толтыра бастайсың. Әрбір сұраққа жауап бергеннен кейін сенде уже өтінім жазылып шығады. Содан кейін жаңа әрбір сөзіңе жаңа сұрақтарына дәлел ретінде құжаттарын саласың да, оны не обязательно барлығын тіркеу. Мысалы біздер Google дискіге салдық та, соның сілтемесін салдық. Олар сілтеме арқылы кіреді да, ішінде фото керек па, жаңа пікірлер керек па, видеолар керек па, роликтер керек па, барлығы бар. Ауқымды материалдар ғой, барлығын. Соны айтамын, ол деген мөлшері каждый мысалы 100 бет бере беретін болса, оны кім оқиды оны? Сондықтан сілтемені жібересің да, сілтеме арқылы олар кіреді да қарайды. Наглядно көрініп тұр. Бір, екінші жаңағы әлеуметтік желі. Әрбір бұрын деген сайт деп айтатын еді ғой. Әрбір ұйым өзінің сайты болу керек деп. Қазір енді сайт деген уже кішкене актуалды емес, парақша, Facebook болсын, Instagram болсын, көбіне енді осы екі желіні пайдаланады ғой. Сол жерде белсенді болып, әрбір жобаңды, әрбір ісіңді көрсетіп, сосын жаңа кері байланыстарды жинай беруге керек. Өйткені біздің жұмысымызды негізі бағалайтын біздің мақсатты тобымыз. Кіммен біз жұмыстанамыз? Жаңа Болатбек жастармен жұмыстанса, жастардың қаншалықты осы қоғамдық бірлестікті білетіні, олардың шараларына қатысып, қандай пайда алғаны деген сияқты сондай пікірлерді алып отыру керек. Осы ақпарат қазіргі таңда белсенді жұмыс жасап жатқан, белсенді болсын, белсенді емес болсын, үкіметтік емес ұйымдарға өте пайдалы, және осы ақпарат жалғыз осындай подкасттарда, бағдарламаларда ғана емес, сонымен қатар азаматтық ресурстық орталықта да беріледі, міндетті түрде кеңес берген кезде біздер жаңағы шаблондарын бірінші береміз. Ішінде екі тілде, орыс тілінде, қазақ тілінде жаза беруге болады. Қайсы тіл ыңғайлы, сол тілде әрбір ұйым өзі жазады. Жазғаннан кейін жаңағыдай 1 шілдеден бастап 1 қыркүйекке дейін осы 2 айдың ішінде өзінің өтінімін жіберу керек. Оны жаңа электрондық түрде де жіберуге болады, почтамен де жіберуге болады, қолма-қол апарып беруге болады. Енді көбіне деген жаңа электрондық почтаға электрондық түрде бүйтіп жібереді ғой. Нәтижесі қай уақытта белгілі болады екен? Где-то желтоқсан айына, қазан республикалық форум өтеді. Сол уақытта 2 жыл сайын өтеді, мысалы республикалық форум. Біздерде қазан айының ортасына қарай өтеді. 16-сы, 17-сі, мысалы 2023 жылы сол шамада өтті. Сол кезде жеңімпазы сол кезде марапаттады, салтанатты шара кезінде. Ал одан кейін бір жыл былтыр ғой, өткен жылы ол болған жоқ. Форум болмаса, оны жаңағы осы жергілікті әкімдіктің тарапынан марапаттауға ұсынады. Сол жақтан жібереді жаңағы сертификатымызды, алғыс хатымызды, сол арқылы марапаттайды. Ал енді биыл алла қосса, осы бізде деген азаматтық форум бар, осы жоспарланып отыр. Қазан айында соның аясында марапаттайтын шығар деген үмітіміз бар. Мына ақшасын алған кезде жалпы енді приятно ғой, енді сен бағалап енді дипломын береді да, бірақ көбі деген ұйым сол ақшаны күтіп тұрады. Өйткені әрбір ұйымның өзінің офистары бар. Оның арендасын төлеу керек, интернеттері бар, жаңағыдай құрал жабдықтары бар, ноутбук, принтер деген сияқты, соның барлығы, мебель деген сияқты, соның барлығы жаңадан алып ұйымдар, немесе бір оқуға қатысқысы келеді, мысалы бір басқа жаққа барып біліктілігін арттырып, стади турлар қазір бар ғой, біліктілігін арттыру үшін деген сияқты, сондайға пайдалануға болады ол ақшаны. Немесе мысалға кейбір ұйымдар жылдың басында жоба жоқ болғасын, зарплаттар болмауы мүмкін, өздеріне жаңағы премия ретінде, зарплат ретінде. Бірақ сол қаражаттың қандай мақсатта жұмсалғанын ешкім мұнан жоқ, бұл қайтарымсыз болып сыйақы болып табылады. Есеп берілмейді ғой, есеп берілмейді. Жоқ, оны ешкімге есеп бермейсің. Бұл енді грант емес, жаңа айтып жатыр ғой, әлеуметтік тапсырыс емес, бұл сыйақы деп атайды тұрғандай, бұл сыйақы.
бірақ оны барып счеттан шеше алмайсыз сіз Иә, просто сіздің бүйтіп қалтаңызға. Оны счетқа шеше алмайсыз. Өйткені біз ұйымдардың барлығы жаңағы табыс табу деген понятие жоқ қой біздерде. алайда сіздер счеттан нетпейміз. салық төлейсіздер дейсіз ғой. Иә, егер де мысалға кейбір уақытта енді оны налоговый көреді ғой, поступление ақша түсті ма, мысалы дебет кредит дейді ғой, дебет кредит по нулям болу керек қой бізде нөлге деп та. Ақшаң түсті ма, сен ол ақшаны міндетті түрде жаңағы енді қалай пайдаланғаннан кейін сенде қаржы құжаттарың болу керек в любом случае. Енді бұл жерде енді сыйақы дегенде де енді бір нәрсе, енді салық органдары енді оны көреді, себебі деген олар енді көргенде де бұлар бізге сыйақы ретінде жібереді да, оны да көреді. Мысалы ол кезде ол жақтан келген бізге мысалы қоғамдық ұйымға түскен қаражат ол сыйақы есебінде келгеннен кейін ол сыйақы ретінде келгенде оны да көреді. Мысалы ол сыйақы дегеннен кейін оғанда уже мысалы салық төленбейді негізі, ол сыйақы түрінде түскеннен кейін. Иә, одан салық алынбайды. Оған алынбайды. Зарплата беретін болса. Жалпы енді зарплата беретін болсаң, немесе жаңағы айтып отқан жаңағы әлеуметтік тапсырыс бар, грант бар, олардың ақшаларынан әрине ол өйткені ол сыйақы ретінде түспейді бізге. Ол түскен қалай түсті? Соған байланысты бұл жерде салық төлеу. Түсінікті. Енді 1 шілдеден бастап өтінімдер қабылданып жатыр дедіңіз, иә? Жалпы өңірдегі үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық ұйымдардың арасында белсенділік қандай? Ой, көбі деген Біле ме, білмей ме жалпы бұл туралы? Біріншіден біздер әлгі до конца отырамыз ғой, да? Неге дейін Дедлайн. Тамыздың аяғына дейін отырамыз, сосын түрпес күннің ішінде ол шыны керек қозғала бастайды. Түрпес күннің ішінде. Бірақ негізі мына жаңа Болатбек айтты ғой, жылдың басынан бастап, иә. Өйткені сен әрбір жоба бойынша өзің жаңа есеп тапсырасың, есеп тапсырған кезде сол жерде жаңа ақпарат бар, да, құжаттардың барлығы бар, соның ішінен көбі алады. Сосын кейбіреулері жаңа поздно бастайды да үлгере алмайды. Иә, ол бірінші. Екінші, көбі жаңа ойлайды, ой, бәрібір мен оны ала алмаймын, бәрібір оны маған бермейді, ол таныс арқылы беріледі. Өз-өзіне де сенімсіздік. Сөйтіп отырады да, жоқ, ол енді просто отговорка ғой, ол жалқаулық. Шыны керек, сөйтіп айту керек қой. Ол жалқаулық. Біреу жазып берер мүмкін, біреулер жүреді, мен саған ақшасын төлейінші, сен жазып бер. Ешкім біреудің жұмысын жаңағыдай керемет етіп қағазға жазып бере алмайды. Өйткені білмейді ол немен айналысып отырған, қандай жұмыс жасағанын. Әрқайсысы отырып өзі жазу керек. Ол бірінші. Екінші, жаңағыдай сол ерінбей ертерек бастаса, өзінің мен айтамын ғой, биыл алмасаң да жыл сайын жазып, Болатбек примерда. Тәжірибе жинайсыз. 19 жылдан бастап жыл сайын жазғаннан кейін менде уже дайында ақпараттармен. Иә, толықтыра береді. Өз қателіктеріңізді жыл сайынғы толықтыра беремін да, сосын қандай мысалы қандай қылып улучшать ету керек деген сияқты мақта мен соны қоса беремін да. Жаңа біреулер жұмыс жасайды, бірақ оны көрсете алмайды деген сияқты. Мұнда сонымен қатар подача да сол жақсы көрсету керек. Ол бір жазғаннан кейін уже жайлап кішкене үйрене бастайды. Значит, мен мына жерде что-то жазбаппын ғой. Осыны биыл осыны жазайыншы деген сияқты. Айтып тұр ғой, әрбір өзіне бір экзамен. Сосын енді біздің облыстан енді осы жыл сайын әйтеу 2-3 алады. Сосын солармен пікір алмасасың. Енді өзің алмағаннан кейін сіз қалай жаздыңыз? Мүмкін сіз өтініміңізді көрсетіңізші, менікінен бір артықшылық болар деген сияқты. Әрине, олардың да көмегі тиді маған. Олардың қараймын ба, сосын мен өзімнің қандай жерден жіберіп алғанымды қараймын, мысалы қателік жіберіп алғанымды. Сосын айтамын, менің мына жерін толықтыру керек екен ғой. Мен негізі ол менде бар, бірақ көп жағдайда жаңағыдай ұмытылып қалады. Немесе сен оны жаңағы дәлелді құжат ретінде өзің санамайсың, жаңағы оған қарайды дейсің ба деген сияқты. Бірақ не жасадың, жұмысты барлық жаңағы ұсақ түйегіне шейін жазу керек, көрсету керек жұмысында. Сол кезде барып сарапшылар сенеді жаңағы жұмысыңа. Енді шынайы. Біздің бағыт бойынша мен қателеспесем бір 50-60-тай қатысқан болар. Бір бағыт бойынша сондай қатысады. Кейбір бағыттарға 100. Салыстырмалы түрде әлде аз? Енді салыстырмалы түрде енді белсенділер қатысады деген сөз ғой енді ол жерде. Енді сосын жаңағы жыл сайын алатындары бар оның ішінде. Олар қатыса алмайды. 3 жыл бойы алатындар қатыса алмайды. Мысалы 3 жыл әр жылы 50-60 үкіметтік емес қатысатын болса, мысалы сіз ойлап қараңыз, 3 жылда ол қанша болады? 150-200-дей болады. 200-дей үкіметтік емес ұйым уже қатыса алмайды деген сөз. Сіз уже жаңағы біріншіге шыға бересіз ғой. Содан кейін барып сіз алғаннан кейін олардың дәуреніне келеді. Сіздің жеңімпаз атану ықтималдығыңыз жоғары болады. Мына біздер жыл сайын ресурстық орталық жобасы аясында осы орталықтың жұмысында жыл сайын семинар өткізетін едік ұйымдарға. Жаңа сыйақыға қатысам деген ұйымдар келіп өз сұрақтарын қойып,
жаңа бұрын алған сыйақыны алған ұйымдардың жетекшілері келіп өз ақпаратпен бөлісетін еді. Презентацияны дайындап, міне осындай құжаттар керек, осындай жазасыңдар, осындай жаңағы құжаттарды жинайсыңдар деп, иә. Бірақ биыл біздер кішкене подходты өзгерттік. Өйткені былтыр семинарға қатысқан ұйымдардың біреуі де өтінімді жазған жоқ. Біз анализ жасадық. Бір, екінші, көбі келген кезде ол бірде-бір рет өтінімді жазған жоқ. Өзінің жұмысына сараптама жасаған жоқ. Сондықтан олар семинарға келгенде де біріншіден сразу түсінбейді. Биыл біздер былай айттық, жаңа семинарды өткізген жоқпыз. Жалпы құжаттардың барлық шаблондарын жібердік. Бірінші кім кеңес алып келді, соларға шаблондарын жібердік. Бірінші қандай талаптар болу керек екенін, оның ақпараттың барлығын жібердік. Ережесі бар, негізі ашық түрде әділет сайтында кәдімгідей да барлығы бар. Оны жаңа жібердік та, қандай құжаттар жинау керек екенін оны да тізімін салдық. Содан кейін біз айттық, алдымен сен черновик ретінде осыны дайында. Өтінімді жазып шық. Жазғаннан кейін сенде уже сұрақтар туындай бастайды. Мына жерді қалай жазам, мына құжатты қалай дайындаймын деген сияқты. Комиссияның көзімен қарайды. Уже сұрақтары дайын болады, түсінікті болады оған. Мына жерде не жазуым керек, мына сұраққа қалай жауап беруім керек дегенде, уже нақты сұрақтарына, олардың нақты сұраныстарына біздер уже кеңес ретінде оларға жаңағы сұрақтарына жауабымызды береміз. Әйтпесе просто так бір семинарды жинап алып кісілерге ақпарат берген, оказывается, ол ешқандай эффекті бермейді. Ол жерде енді әркімнің бағыты әртүрлі да. Мысалы мен жаңағы жастар саясаты бағытында жақсы бере алғанымен, мысалы отбасы бағытында мен басқаша болуы мүмкін да ол жерде. Сол себепті енді семинарға мен так осы 2 жыл бұрын қатыстым семинарға. Семинарда енді бұл жерде негізінен жаңағы қалай толтырылу керек, өтінімдер, енді оның барлығы енді ана жерде жазылып тұр. Енді студент адамға енді қалай толтырылғанда сұрақ қояды, сұраққа жауап жасаңыз болды. Негізінен тек соны жауапты жақсырақ қылып жазу керексің да, кішкене әсерлі етіп, ашып, бір ғана сөйлеммен жазып қойсаң, бір ғана сөйлеммен де жазуға болады. Оған ешкім кедергі келтірмейді. Бірақ енді бір ғана сөйлемді жақсы қарай ма, әлде жақсы қылып жазған, статистикамен келтіріп жазған жақсы қарай ма? Сондай сияқты да, мысалы. Әрине, екіншілік басымдық береді. Сосын көркемдік, әсемдеп жазу, мысалы, сіздің жақсы жаңағы атқарған әлеуметтік саладағы жетістігіңізді ойып тұрып, мысалы, жирныймен белгілеп тұрып жазсаңыз, оған да қарайды. Мысалы, адам енді мен көбінесе өзім жазған нәрсемді басқаларға көрсетемін. Сіз көзіңізбен қарап көріңізші деп. Сосын айтады, сіздікі жазғаныңыз жақсы ашып жазғансыз, бірақ көріңкіремей тұр дейді. Мысалы, ондай болса, уже несін жаңағы рәсімдеуді өзгертесің де басқа жаққа қарай. Сондай бағыттарда да рөл атқару мүмкін. Енді бұл жаңағы әдіс қой. Жаңағы кез келген әдісті қолдану енді артықтық етпейді бұл жерде. Лайфхак ретінде өтінімді жазғанда, мысалға 10 бет жазсаң, оны ешкім оқымайды. Кәдімгі жинақы ретінде 2-3 бет, 3 бет максимум. Соның ішінде қай жерге комиссия кәдімгідей өзінің назарын аудару керек екен, жаңағыдай болып тұр, жирныймен, сандарымен көрсетіп, мысалға 3 жылдың ішінде қоғамдық бірлестік осындай санымен көрсетіп жоба атқарды, облыстық деңгейде, республика деңгейінде деген сияқты бөліп, нәтижесінде осындай адамды қамтыды деген сияқты санмен түгелмен кәдімгідей көрсетіп солай да. Сөйтіп жинақ көрсетсең, қасына деген қосымша бір осындай құжаттар, кері байланыс ретінде жаңа өздері осындай оң пікірлерін берді, қосымша 2 деген сияқты сөйтіп көрсетсең, уже комиссия оқыған кезде даже қосымшаны жазып кетсең, комиссия кейбір уақытта енді мен білмеймін, олар жаңа қосымшаға бармауы да мүмкін, қарамауы да мүмкін. Но бірақ жазғаннан кейін уже түсінеді, жақсы, бұл значит каждый өзінің сөзіне дәлелі бар екен. Сондықтан өтінімді жазғанда 10 бет етіп жазбай, барлығын ішіне кәдімгідей списокпен маған міне осындай адамдар өздерінің пікірлерін берді деген сияқты ол фамилияны да жазсаң да, ол кісілерге ол фамилия ешқандай ақпарат бермейді. Қосымша деп жазып кетті, болды. Максимум 3 бет. 3 беттің ішінде барлығын сыйғыздырып жіберсең, сосын қазіргі таңда технологияларды қалай сен пайдаланасың, соған да көңіл бөлу керек.
енді қазір жасанды интеллект деген бар понятие, жаңа әлеуметтік желі деген бар понятие, осындай мына жобаларын іске асырған кезде қандай технологияларды сен пайдаланасың, сен компьютермен қалайсың. Даже өтінімді жазғанда ана Word программасымен көбі пайдаланады ғой, сол жерде жаңа безендірудің өзі, абзац, жаңағыдай шрифттардың бәрін пайдалануы, әртүрлі тиянақты, уже көрінеді. Заявканы бүйтіп қараған кезде визуалды түрде жақсы болып көріну керек дейсіз ғой. Вот соған көңіл бөлу керек. Жаңашылдығы деген мәселе бар да. Мысалы, жаңашылдығы дегенде көп менен жалпы кеңеске, мысалы, мына сіз алдыңыз ғой жаңашылдығын қалай жасадыңыз, мысалы, өткен жылдан бері маған көп адам солай сұрақ қояды. Жаңашылдық дегенде кез келген нәрсемен, жаңағы сіз шара өткізіп жүрсіз. Мысалы, сіз өзіңіз шара өткізген кезде, мысалы, жұртқа ұнау үшін, көрерменге ұнау үшін, мысалы, сіз қандай әдістер қолдандыңыз? Мысалы, басқа концерттерде, мысалы, ерекше, немесе басқа семинарлардан ерекше, вот сол сіздің жаңашылдығыңыз ғой. Бірақ оны көп адам көре білмейді, барлығын бір көзбен айтты, семинар өтті ме, өтті, болды, барлығы сөйледі. Бірақ оның ішіндегі әр ненің өзінің жаңашылдығы бар да, мысалы. Жаңа айтқан кері байланыс, мысалы, кері байланыс көп жағдайда алынбайды. Кері байланыс пікір аяқталды, бітті, ол қорытылмай кетеді. Ал кері байланыс сізге ұнады ма? Сіз қай жерін түсінбей қалдыңыз? Мысалы, біреу түсінбей қалып отырады, бірақ ол мәселені сұрамай-ақ қояйыншы деп кетіп қалады, ұмытып қалады да. Ал егер соны сұратып, өзінің қатысушыларын алып отыратын болса, ол кері байланыс та, мысалы. Ол да, мысалы, ол сол семинардың жаңашылдығын білдіре ме? Білдіреді, мысалы. Екінші, мысалы, әр нәрседе, мына жерде, мысалы, подкаст дейік. Подкаст ұйымдастырған кезде де, мысалы, сіздер қандай жаңашылдық мына жерде қолданып отырсыздар? Мысалы, қарайтын болсақ, мысалы, сіздер жақсы жарық бере отырып, пікір алмастыра отырып, ойды кәдімгі түйіндеп алу ғой бұл жерде. Жаңағы викториналық сұрақтар қою, немесе тағы да бір әдістер, әртүрлі әдістермен өткізіп отыр, мысалы. Ойын түріндегі әдістер, мысалы, неде болса да, ол қызығушылығы танытқан көрерменге, қатысушыға қалай жеткізсек, қандай неше түрлі әдістерді, ол сол жаңашылдық болып табылады да. Осының бәрін жазғанда, мысалы, ол жаңашылдық көп болады. Көбісі жазады, бір жаңашылдық қолдандым, бірдеме істедім, болды. Ол тоже немес та, бұл жерде жаңашылдық дегенге бірнеше нәрселер қолдануға болады. Мысал ретінде келтіріп берейінші. Мысалға, мына бұрын біздер даже мына сыйақыны алу үшін семинарлар өткізетін едік, презентация қолданатын едік. Биыл біздер осылай айтып, талқылау арқылы, лайфхактар айту арқылы, подкаст ретінде жасап, бұл да бір семинардың бір түрі ғой, былай қарағанда. Жаңашылдық, мысалы, тағы да не бар? Енді семинарлар қазір даже мастер-класстарды ұйымдастырған кезде мастер-класстарды ашық алаңда өткізу, емін еркін, форматтарын өзгертудің өзі сол жаңашылдыққа. Соны айтамын, ол жаңашылдық ретінде бағаланады, мысалы, қоршалған ғимараттың ішінде үнемі шара өтіп жүр ғой. Бірақ сіз басқаша сыртта өткізсеңіз, ол кішкене көп адам өткізбейтін нәрсе ғой, мысалы. 100 үкіметтік емес ұйымның 2-3 сөйтіп өткізуі мүмкін. Ол жаңашылдық басқан, жаңашылдық әрине. Бірақ оның нәтижесі болу керек еще, әрбір шараның. Семинарға келгеннен кейін, мысалға, қанша адам енді бір түгелімен өмірін өзгертпесе де, енді 10% бір өзгеріс алды, немесе осы ойланып кететін де болған. бір қандай түйін. Жалпы қазіргі таңда жұмысыңызда баршаға қазір жаңашылдық ретінде көрінеді ғой, жасанды интеллектті қаншалықты көп жиі қолданасыздар? Әлі ене қойған жоқ па? Жоқ, жасанды интеллектті әрине қолданып жүрміз. Мен енді өзім осы 2023 жылы азаматтық форум болды, республиканский. Соған барған кезде мына түгел форумды жүргізу жаңағы жалпы сценарийін барлығын жасанды интеллект арқылы істеген. Маған ұнады. Кәдімгі түсіндіруі несі. Көбінесе адам жүргізіп тұрған кезде көп мән бере бермейсің, ал бірақ жасанды интеллект рет экраннан сөйлеп тұрғанда уже басқаша. Мысалы, сондай жаңағы іс-шараларды сондай деңгейге жеткізген, мысалы, жақсы өте. Ол жаңағыдай уже біздің назарымызды аударып тыңдатуға сол жердегі халықты. Еще ақша экономдайды ғой, ведущий ақша. Ол да жақсы, мысалы. Енді жалпы бір жаңағы сол жасаған адамға ақша береді да, енді қалғандарына да не жақсы былайға дүние. Сосын енді өзіміздің салада да мысалы қазір қолданамыз. Ол жерде жасанды интеллектті жаңағы. Енді ол жаңағы қазір елдің бәрі ChatGPT дегенді қолдану, ол да жаңағы мына біздің қағаз кішкене жеңілдетуге жақсы болып кетті да. Мысалы қазіргі таңда біздер жазамыз, бірақ ізінен қайта өзің 2-3 тексергенде ішіндегі техникалық қателіктер кетіп қалады. Мысалы, сіз 2-3 тексергеннің өзінде де сіз тексерсеңіз, оны тауып алуыңыз мүмкін да. Ал жаңағы ChatGPT дегендерге өзің салған тексеріп берсең, ол жақсы тексеріп береді. Ол да жаңағы бізге деген уақыт үнемдеуге қазір жақсы дүние болып отыр. Хаттар жазған кезде. Жастар қазір енді мен жалпы жастардың
жастар саясатымен айналысып отқаннан кейін жастардың қазір көптеп оған еліктеп кетуі ол да дұрыс емес жағдай деп ойлаймын. Себебі қазір жастардың мына текст жазу қабілеттері кетіп бара жатыр. Қазір мына жасанды интеллектке жүйені не істеп алды. Қазір маған шығарма жазып бер десе, шығарма жазып береді. Менің өмірбаянымды жазып бер десе де өмірбаян жазып береді. Яғни ойлау қабілеті, мысалы біздер жазу үшін біздерге кезінде деген шығарма жазғызып, өзің туралы шығарма жазып, өзің арманыңды жазғыз деп мектептен бермен қарай бізге жазғызды. Не үшін? Өйткені біздің ойлау жүйемізді кеңейту үшін уақытында жаздық біздер. Ал енді қазіргі таңда оның барлығын сізге алдыңызға әкеліп бере беретін болса, жаңағы дайын дүниені әкеліп бере беретін болса, сіз соған үйреніп кетесіз да. Жеңіл нәрсеге адам тез үйренеді ғой. Соған үйренеді да. Ертең қиын нәрсе, мысалы егер де интернет жоқ, басқа жоқ жерде келген кезде сіз не жасайсыз? Тығырыққа тірелеміз. Сіз ештеңе жаза алмайсыз. Мысалы мен көп жағдайда енді жастарға тапсырма беремін, мынаны жазып алып келші деген сияқты. Мен бірден білемін, жасанды интеллектпен жазып алып келген, чат GPT-мен жазып алып келген. Сосын мен айтамын, чат GPT-мен жазып келген. Ал енді дәл осыны өзің жазсың десе, қолым алдыма отырып жаза алмайды. Мысалы енді сондай деңгей. Бірақ енді ол жаңа үнемдеу үшін жақсы әрине. Бірақ енді жаңағыдай толығымен оған сеніп кету, мен қазір енді жастардың мына ойлау қабілеттерін төмендетіп жібере ме деп қорқамын. Мен жасанды интеллектті вообще негізі кәдімгідей прям кіріп кеттім ғой. Өзім енді информатик болғасын бекен, мен жақсы көремін вообще негізі. Бірақ шынымен де жаңа Болатбек айтқандай, түгелімен ол менің жұмысымды атқара алмайды. Өйткені оның көзқарасы мен менің көзқарасым екі түрлі зат. Но мен мысалға оны білесіз ба? Көмекші ретінде қолданамын. Жоқ, көмекші емес, сарапшы ретінде мен оны пайдаланамын. Мен оған мысалы сұрақ қоямын кәдімгідей. Мен осындай шараны өткізгім келеді. Оның мақсаты мынандай, оның ішінде мен мынаны өткізгім келеді және осындай нәтижені көргім келеді деп кәдімгідей оған беремін. Қалай ойлайсың деп мен оған сұрақ қоямын. Сол уақытта ол маған как не сияқты, ана коллега деп нетеді ғой. Иә, өйткені қазір мен Болатбекке айтса, Болатбек уақытым жоқ деп ол кетіп қалады енді де. Мысалы, әрбір адам өзінің жұмысы ғой, уақытымен үнемдеу. Бұл жерде мен оны кәдімгідей сарапшы әріптесім ретінде пайдаланамын. Сосын ол маған кері байланыс береді. Мысалы, сен менің шарама келер медің осындай шараға? Келсең, сен не алғың келеді бұл шарадан деп мен оған сондай сұрақтар қоямын. Ол маған жауап бергеннен кейін менде уже кәдімгідей ясная картинка болады, иә, мына шараны оказывается осылай өткізу керек екен ғой деп сондай сарапшы ретінде пайдаланамын мен оны. Және ол тікелей интернетпен байланыста болғасын, статистика ақпаратты іздейсің ғой сен. Сосын мен сондай сұрақтар қоямын оған. Осындай статистика бар ма? Не айта аласың осы бойынша, осы тақырып бойынша десем, оғанда сондай ретінде жасанды интеллект кәдімгі особенно GPT дұрыс промпт енгізе білу керек. Иә. Запросың дұрыс болу керек сенің. Сіз айтып отыр, дұрыс айтады өте. Мысалы, сіз жастар туралы, жастардың мәселелері туралы сізге статистика керек та? Мысалы, алғың келеді. Ал статистиканы біз Google-дан зерттеп отыратын болсақ, оны өзің әрбір сайтқа кіріп, ашып, қарап отыру керексің. Ал осының сілтемелерін бер десең, саған бірнеше сілтеме береді, оның ішінде керегін ал, керек емесін тыста. Соған жақсы, жаңағы айтып отқаным, уақыт үнемдеу жақсы. Ана жерде өздерің бар ғой, сделай глубокий анализ, жаңағы басқа источниктерден қара деп сөйтіп қазір командалар бар. Біреулер деген чат GPT-ға кәдімгідей сценарий жазып берші, немесе бағдарламасын құрып берші дейді да, соны түгелімен алады да, алып келеді да. Ал енді мен осы ойынша жұмыс істейін деп едім, қалай ойлайсыз дейді. Сосын мен айтамын, сен мынаны жасай аласың ба? Жоқ. Мынау қалай болады сен десем, білмеймін. Мен айтамын, енді чат GPT жақсы жазып берген екен, бірақ өзіңе керегін, лайықтысын жасай алам деген заттыңды ал да, қалған аптасы шеш сен. Осаған мысалы бір аптаның форум десе, бір аптаның бағдарламасын беру мүмкін, сен оны бір күнге сыйғыза алмайсың ғой. Сондықтан бұл жерде бәрібір қалай өзінің білімің все равно қажет енді бұл жерде. Жасанды интеллектті пайдалану үшін бәрібір сенде білімің болу керек. Гүлбаш ханым, енді сіз өзіңіз тәжірибелі қоғамдық бірлестіктің төрайымысыз ғой, көп жылдан бері еңбектеніп келесіз осы салада. Жалпы осы үкіметтік емес ұйымдар премиясын саралайтын, жұмыстарын саралайтын комиссияның жұмысына көңіліңіз толады ма? Жалпы әділетті ме ол жақта барлығы? Жақсы сұрақ екен. Енді комиссияның енді жұмысын
мүлдем жоқ деп я немесе жұмысы жаман деп айтуға енді жоққа шығара алмайсың. жоққа шығара алмаймын, өйткені ол да үлкен бір барлық құжаттарды қарап шығу, бағаны қою деген сияқты ол үлкен бір жұмыс, яғни уақыт ол. Мысалы қанша баға бойынша бағыт бойынша мысалы құжаттарды тапсырады ұйымдар, соның ішіне кәдімгі ең мықтыларын іріктеп алу. Бірақ кейбір кезде байқаймыз, кейбір әрбір сала бойынша ұйымдар қатысады ғой. Былтыр мысалы бір сала бойынша 10 ба 15 ба ұйым алды. Жаңа 2000 МРП деген кәдімгі сақталып тиын болып кетті. Қаншалықты мысалы сол жерде ең мықты өтінімдер болды, ең мықты ұйымдар деп, соның ішінен меніңше кәдімгідей іріктеп алу керек еді. Өйткені ол үздік деп есептелетін болғасын, соның ішінен значит үздік ұйымдарды алу керек еді. Біз сол мәселені көтердік былтыр. Одан да сол жаңа 60 ұйым берді ма, соның ішінен бір кәдімгі мықты 2 ұйымды алсын. Осы ұйым мықты екен деген сияқты. Мүмкін оның тәжірибесі жаңа 10 жыл емес 5 жыл болуы мүмкін, білмеймін, 10 жылда болуы мүмкін. Бірақ сол ұйым мықты екен, осындай жаңа жетістікке жеткен екен, осындай үлесін қосқан екен, республика деңгейінде мықты болған екен деген сияқты болса, лучше сөйтіп іріктеп алсын. Комиссияның шешімін ешкім талқыламайды ары қарай. Неге олай болды? Енді бірақ жаңағыдай шағым жіберуге болады. Мынау дұрыс емес деп. Бірақ көп енді ұйымдар ондайға бармайды. Білмеймін, мен мысалға никогда ондай жазып көрген жоқпын. Бір жағынан мен неге жазған жоқпын, өйткені мен 2 рет өтінімді жаздым. Екеуінде де біздер ұтып алдық. Жазған кезде біздер ұтпай қалдық деген біздерде болған жоқ ондай тәжірибемізде. Сондықтан комиссияға осы жерде көңіл бөлу керек. Биыл маған ұсынды комиссияға жаңағыдай жұмысына қатысасыз ба, комиссия мүшесі боласыз ба деп. Мен бас тарттым, өйткені ол бұл жерде жауапкершілік үлкен. Сен сол құжаттарды кәдімгідей дұрыстап оқып, соның ішінен таңдап алуың керексің, мынау мықты екен деген сияқты. Үлкен жауапкершілік. Сондықтан және үлкен жұмыс ол, уақыт ол. Сондықтан мен одан бас тарттым. Басымды ем енді осындай кісілер келісімін беріп, бірақ оларға сондай бір біздің айтатынымыз соның ішінен кәдімгі мықты 1, 2, 3 болсын енді ұйымдарды таңдап алсын. Яғни бір сыйлықты бірнеше тым көп жеңімпазға бөлу. Бәріне жақсатты бола алмайсың ғой сен. Әлгі саған да жақсы бере қояйын. Оған да бере қояйық деген сияқты. Көбіне былай айтады, мысалы, әрбір облыстан обязательно бір 2-3 МПО ұйым алу керек деген бір қағида бар қалыптасып қалған. Тапсырды ма, давайте бұларға да, мына облыстан алмаған екен, жақсы, давайте бұларға бере салайық деген, ол дұрыс емес. Сол сыйақыға лайықты ұйым болуға әрбір қоғамдық бірлестік соған талпыну керек. Сол жетістіктерге жету керек. Сонда ғана әрбір өзінің жұмысының нәтижесі көрінеді. Мына ұйым алған екен, өйткені осындай нәтиже көрсетті, осындай жетістіктерге жетті деп мақтанатындай айтып, соған лайық болу керек. Сондықтан сол комиссия сондайға көңіл аудару керек. Құрметті қонақтар, көп рахмет. Бүгінгі өте қызықты, меніңше өте қызықты әңгіме өрбіген секілді. Үкіметтік емес ұйымдар, яғни қоғамдық бірлестіктердің назарына әр еңбек еленуі керек. Оның үстіне елдегі қоғамға байланысты, қоғамға пайдасы тиер жобаларды іске асырып жүрген соң өз жұмыстарыңызды көрсете білу керек. Жаңағы өзіміздің мамандарымыз айтқан кеңестерге құлақ асып, құжаттарыңызды жинаңыздар, 1 қыркүйекке дейін тапсырыңыздар. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі шығарылымдарда жүздескенше.